Бүгін отношения туралы сөйлесеміз. Қызлар, запомните, бақытлы шаңырақ қашан сізге har жұма күні себепсіз гүлдер берілсе. Үйіңізде ұлыма жұмыс істемесеңіз, өзіңіздің жәрдемшілеріңіздің болуы, кемінде өзіңіздің үйіңіз плюс астыңызда машинаңыздың болуы, хамде жылына бір мәрте Мальдиваға саяхатқа баруыңыз, это все базовый минимум болу керек. Но өкінішке орай, қазіргі Инстаграм жас өсіп келе жатырған әулетқа осы картинаны сіңдіріп жатырды. Негізіндегі бақытлы шаңырақ бұл. Бақытлы шаңырақ қашан сіз өзіңіздің мужыңызға хами секретларыңызды ашық айдын арқайын айта алуыңызда. Бақытлы шаңырақ бұл қазіргі рухи хамде материалдық жағдайларыңызға қарамастан ел кешкен бірге болып кетірғаныңыз. Бақытлы шаңырақ бұл любой момент, любой кезде, вот проблема туылып қалған кезде арқайын мужыңызға звонок етіп, оны айта алуыңызда. Бақытлы шаңырақ бұл шешілмей жатырған проблемаларды бірге отырып, ысы чайдың үстінде бірге отырып сөйлесіп шешуде. Менімше, осы бақытлы шаңырақ. Ал сіздердің көріп жатырғандарыңыз десе, Инстаграмда бұл просто сұлу картинка.